алғашқы күнібіз, қолымызда гүліміз, жатырқасып тұрғанбыз, бірімізді біріміз ең бірінші танысып, біз мектеппен табысып, бір туғандай бір көстіп, қайғылындай жарысып, класстастарым алтындар, ақ пейіл мені жарқылдар, ару қыздар мәртулдар, қадірменді қалпым бар, асыл нарқым бар. Класстастарым алтындар, ақ пейіл мені жарқылдар, ару қыздар мәртулдар, қадірменді қалпым бар, асыл нарқым бар, жарқын класстастар. 11 жылды бір жүріп, бірге ойнап бір күліп, демалыстан келуші сағынып та үлгіріп, айтқызбай-ақ ұғынып, жұдырықтай жұмылып, көмек керек жерлерде жетуші едік жүгіріп. Класстастарым алтындар, ақ пейіл мені жарқылдар, ару қыздар мәртулдар, қадірменді қалпым бар, асыл нарқым бар. Класстастарым алтындар, ақ пейіл мені жарқылдар, ару қыздар мәртулдар, қадірменді қалпым бар, асыл нарқым бар, жарқын класстастар. Класстастарым алтындар, ақ пейіл мені жарқылдар, ару қыздар. Біздердің бүгінгі шарамыз басталуға отыр. Сондықтан біздер ортамызға бірінші кезекте қымбатты ұстазымыз Құрманғалиева Махоза Айсағали қызын шақырамыз. Қолдырау жігіттер. Махоза апай қайдасың? Әкеліңіз біздерге, осы жерге тұра қойып, ортаға. Келесі ұстазымыз Әзербаева Батима Әзербай қызы. Келіңіздер. Бізде бастауышта әліпті таяқ деп білмейтін кезімізден қолымызға қалам ұстатып сауатымызды ашқан бастауыш сынып мұғалімдері Ахатова Света Кәкімжан қызы. А сыныбының мұғалімі. Адан кейін Б тұратын білесіздер. Біздің сүйікті ұстазымыз Кереева Бақтылы Мырзаш қызы деген ұстазымыз. Қош келдіңіз. 4 жыл білімдерімен сусындатқан екі ұстазымыздан кейін әрі қарай іліп алып бізге жалғастырған А сыныбының жетекшісі Жайғалиева Гаухар Қатыбалды қызы және бізді 5-ші сыныптан бастап 9-ші сыныпқа шейін оқытқан Мағзомова Ақжамал Жүкен қызы. Енді қымбатты біздің құрдастарымыз 81-дің жігіттері менен жалпы күйеу балдар, жезделер бар. Бәріңіз оң қанатқа шығыңыздар, қыздарды бәріңіз сол қанатқа шығыңыздар. Жігіттер түгел оң қанатқа шығыңыздар бәріңізден. Біздердің қазір ұстаздарымызбенен ұстазым әнінде жігіттер кезектесіп, 6-6 жігіттен келіп бір вальс билеп, содан кейін егер кезектемеген жігіттер болса кезектесіп столға апарамыз содан кейін.
апайларымызды төрге жайғастырамыз. Жігіттер, орналастырыңыздар. Жігіттер, орындарыңызға тұрамыз. Жігіттер, қыздар, бәріміз орындарыңызға тұрамыз. Апайларымызды орналастырыңыз. Ал құрметті қонақтар, біздер ендігі біздің құрдастарымызды осы жерде таныстырып, қыздар сіздерде мына жігіттердің жағына жалғастыра қойыңыздар. Жігіттер жағына апайларға қарсы қарап тұра қойыңыздар. Жігіттерді сырлап қойыңыздар. Айнұрмен сөйлесіңізші. Енді біз мына ұстаздарымызға осы жерде бүкіл класстастарымызды таныстыра отырып, сөйтіп жайғастырғымыз келіп тұр. Сіздер бір жағынан көріп отырыңыздар, жаңа даладан да кездестік қой енді. Сондықтан мен біртіндеп қазір шақырып осы жерде класстастарымызды кімді көзім көріпті, соларды бастап отырғызамын осы жерде. Үсенғалиева Зәру деген біздің класстасымыз бар, жолдасы, Сәкен деген біздің ауылдың жігіті. Осы жігіттер біздің класстастарымыз жайғасып өздеріңіз ұнаған жерде орналастырып отыра қойыңыздар. Келесі Макарова Самал деген класстасымыз, Аслан деген Фурман жақтың жігіті екен, Жалпақтал жақтың жұбайы екеуі орналасып отыра қойыңыздар. Келесі біздің сыныптасымыз Арайлым деген сыныптасымыз, Жаңабай деген жолдасы біздің ауылдың ауылда. Бірлесіп отыра қойыңыздар. Келесі Ақсайдан келіп отырған жолдасымыз Нұрлы, Тәжиедова Нұрлы және жолдасы Ержан деген жігіт. Өздеріңізге қолайлы жерге отырыңыздар. Келесі біздің сыныптасымыз Құрманғалиев Ерғали Қыдырғалиұлы, Мөлдір деген жолдасы Қызылордадан, өзі ауылда. Көрмедіңіздер, қош келдіңіздер. Келесі класстасымыз Есқазиев, оңдасын Есенұлы, жолдасы Жанар. Екеуі де біздің класстасымыз ерекше. Екеуі отбасы тұрған біздің класстастардың ішіндегі бірден бір жалғыз жұп. Осы Жанар менен оңдасын. Келесі біздің сыныптастарымыз қазір Ботагөз, Абдрахманова білесіздер, Айнұр Бекалиева, келіңіздер, отырыңыздар. Жолдастардың үйлеріне тастап кеткен қыздар өздері ыңғайлы жерге отыра беріңіздер. Мына жерде ауылдан келіп тұрған Ғабдешев Нұрболат деген класстасымыз. Нығметуллина Айгүл, келіңіздер, көбетіңіздер, отырыңыздар, Нұрболат. Айгүл, Нығметуллина Айгүл, Имат қызы, Ғабдешев Нұрболат Аман қызы. Отырыңыздар. Енді алыстан жол жүріп келіп отырған класстастарымыздың бірі Шоманова Әсел Олжағали қызы, Әсел Нұрсейітова Айнагүл. Сіздер келіп отырыңыздар, еш көрсін жоқ. Анжақ отырмасыздар ма? Жақта да сол бар екен. Нұрсейітова Айнагүл. Ауылдан келген класстасымыз Аманғалиева Айна Алтынбай қызы. Келіңіздер, көрмекші мұғалімдерге көрдіңіз. Жігіттермен араласып отырасыздар ма сіздер? Ерғали отырыңыздар. Хамидуллин Еркінғали,
Жұмабаевич Қазмабайұлы, Күнтай Өмір жолдасы Сарым ауданынан қош келдіңіздер, отбасыңыздар. Салыхов Ринат Мұстафаұлы, отбасыңыз Ақсайдан келіп жатыр, қош келдіңіз. Ақтөбеден келген сыныптасымыз Айденов Бейбіт Бүркітұлы, жолдасы Арман, қош келдіңіздер. Мына жерде келесі сыныптасымыз Ақтөбеден келген Ғайдуллин Оразбай Нұртайұлы, жолдасы Зоя деген есімі. Қош келдіңіздер. Келесі сыныптасымыз мына жерде отырған Нұртай Жалғасбаев, енді Айсағалиев Жақсат Таманұлы, жолдасы Гүлпара деген есімі. Енді құрметті класстастарымыз, ардақты ұстаздарымыз, осы бүгінгідей күнге бізге жақсы қолайлы жағдай туғызып отырған сыныптасымыз Мұхамбетқали Руслан Аманжолұлы осы мейрамхананы қосайды. Қазір сіздерден сұрайтымыз емін-еркін, асықпай, осы жерде көңілді шалқытып отырып жақсы отырыңыздар. Себебі мұндай 20 жылды қайта айналып келе бермей, қазақта сөз бар, Абылайдың асында шаппағанда апаңның басында шабасың ба деген. Бұл осындай жағдайға байланысты айтылған, қайта айналып мұндай уақыттар келе бермейді. Сондықтан өте жақсы көңілді өткізейік. Және бір сөз бар, әкеңнің үйінде жүрсің бе тайраңдап деп. Біз қазір әкеміз Аманжолдың үйінде жүрген дейміз. Осы жерде тайраңдаңдар, билеңдер, жақсы отырыңдар. Бәріңізге қош келесіздер. Осы дастарханды алуға Руслан рұқсат деп айтып жатыр. Тағамдардан ауыз ал жолдасым менің Гүлдәурен. Шалдың алуға. Гүлдәурен отырсайшы. Өзің айтасың қазір. Қош келдіңіздер қонақтар. Біздің Елдос Сафурин Набиоллаұлы. Бізді осы кешті ұйымдастырушы, өте Елдос мұнда рахмет айтқым келеді. Өте осындай өзіне міндетті атқарып, осы кісінің арқасында осы кеш ұйымдастырып жатыр. Сафурин Елдос. Жаңа Елдос айтып отыр, жаңа осы мейрамхана, осы кешті 20 жылда көріп, сіздер өте қуанып отыр. Қош келдіңіз деп айтам, ас тамақ алуға рұқсат. Қош келдіңіздер. Рахмет. Ас келіп жатыр. Сонымен қатар, мына экранға уақытымызды тиімді пайдалану үшін бір құрдастарымыздың бір тапсырған доктор Бақтыл апайымыз зейнетке шықты. Сол кезде бір жіберген фотосуреттер бар еді. Соларды бір альбом ретінде көріп шығайық. Армандастар, құрдастар, біз дәуірдің
бүгінгі кештің құрметті қонақтары, осы жерде біздің ортамызда отырған өте ерекше бір адам бар. Ол адам Егіндікөлдегі ең ірі тарихи тұлғалармен тепе-тең келетін адам деп есептейміз. Сол кісіден біздер дәріс алғанымызға қуанамыз. Біздің Егіндікөл ауылының өркендеп, гүлдеп тұруына ең көп үлес қосқан, мектепті жақсы етіп ұстап тұрған, үнемі жақсы тәртіппен жүйені енгізген ол Құрманғалиева Мақоза Айсағалиқызы деп танымыз. Осы кісіні ортаға шақырып, Мақоза апаймен бірге осы кісімен үнемі тізгінді тең ұстауға көмектескен әрдайым. Осындай түрлі ұйымдастыру шараларының бәрін өте жоғарғы дәрежеде өткізген үнемі біздерге сүйікті ұстаз болған Азербаева Батима Азербайқызын шақырамыз. Қымбатты балалар, біздің осыдан 20 жыл болған шәкірттеріміз, мынау бүгінгі айтулы азаматтар мен азаматшалар, бүгінгі кездесу кештеріміз біріншіден құтты болсын деймін. Екінші, мынау біраз өздеріңізбен бірге дәріс берген мына ұстаздарымызды, біздерді шақырғандарыңызға көп рахмет деп айтамын. Негізінде тап осындай құрмет болмаса да мен ренжімес едім. Себебі мен ұстаздық деген, ұстаз да ол кәдімгі дәрігер, немесе инженер, немесе шофер деген сияқты белгілі бір мамандық иесі. Біз сіздерді оқыттық, сол жаңағы өзіміздің жұмысымызды жасадық. Сол үшін біздер өзіміздің үкіметтен тиісті жалақымызды алдық, яғни жұмыс жасадық. Сондықтан мен әлгі ренжіп жатады ғой кейде, мен әлемді оқытып едім, бәленді оқытып едім, үйтті ренжідім. Мен өзім ондай адамдардың қатарынан емеспін. Десек те, мынау сіздерді көріп, кейбіреуімізді 20 жыл бойы көрмеген екен, бүгін қуанып жатырмыз. Осындай азғантай да болса бізге қуаныш сыйлағандарыңызға көп рахмет. Себебі, мына араларыңызда енді Елдос бар, ұстаздар бар, олар біледі. Әр уақытта да өзінің жаңағы жасаған жұмысынан сәл де болса соның бір жақсылығын мәуелеп өскенін көрсе, көктеп өскенін көрсе қуанады. Мен ойлаймын, жаңағы машина оңдайтын шеберде машина соңдаған жақсы жүріп кетсе қуанатын шығар деп ойлаймын. Мен біздікі ұстаздар қауымынікі тек сол деңгейде өте қуанып тұрған жағдайымыз бар. Енді осы жылда осылай кездесулер өтіп жатады, Алла оны көп көрмесін, балаларымыз сол кездесу төрінде осындай болып жатамыз. Бірақ та мен мынау сіздерді көргесін қазір көздеріне мақтап, кейде бір асыра сөйлеу, көшіп қоя сөйлеу деген болады ғой. Ол емес, мен сол шын немен айтып тұрмын, өте толқып тұрмын, сондықтан да көп нәрсе айтқым келген, бірақ соның ұстаздың да ойындағы ойлар шашылып қалады екен. Елдос сондай жағдай бола ма өзі? Сондай жағдайда болып тұрмын. Бұл да жаңағы қуаныштың, сендерді аман есен көрген қуаныштың, осындай жарқын жүздеріңді көрген қуаныштың әсері болар деп ойлаймын. Енді мынау біздің балалармен бірге, біздің мынау күйеу балдар құрметті отырған, немесе біздің Егіндікөлде болмаған келіндер, сендер де осы жерге қош келдіңдер. Біздің қыздар қандай екен, біздің балалар қандай екен деп айтқым келеді сіздерге, мақтанғым келеді. Енді сіздер мектеп бітіріп кеткелі 20 жыл болды.
жаңағы ұстаздардың бір бөлігі ғана. Енді мен сендерге айтқым келеді, сол өздерінің біздің анау керемет Егіндікөліміз үшін, Егіндікөл орта мектебі үшін әр уақытта қуануға тиіссіздер деп ойлаймын. Себебі мен өзімге мақтанамын. Мен тіпті сол мектепте жұмыс жасағаныма мақтанамын. Себебі сонда керемет ұстаздар болды сіздерге сабақ берген. Атап айтсақ, мысалы математика пәнін алатын болсақ, Мәрия апайларың, Нұрлан ағайларың сендерге оқытқан. Қазақ тілін білетін Тұрсынай апайларың, Айдана апайларың сол кездегі, немесе орыс тілінен Разия апайларың, Света апайларың, сол сияқты бастауыш, тіпті Егіндікөлдің бастауышы біздің нағыз фундаменті өте мықты мұғалімдер. Сондықтан да сондай өте бір жақсы мектепте тәлім тәрбие алып білім алдыңдар деп ойлаймын. Мысалы сіздер бітірген кез, көп сөйлеп кетіп жатқан жоқпын ба? Сіздер бітірген кез біздің мемлекетіміздің бір қиын қыстау кезді басынан өтіп жатқан кезі болды. Бірақ та соған қарамастан өздерің білесіңдер, орталарында бүгін Айнұр отыр, мені жағып, ескі школдың ішін жағып, ақтап, өздерің жаңағы соның ішінде де оқып едік, білімді сондара тоқтатпап едік. Сол кездің өзінде жұрттар, жаңа басқа мектептер, жаңағы нестерін білмей сатып қалған уақытта, біздер мынау елдостарды Қайыржан білген машинаға мінгізіп алып, олимпиадаға келіп, олимпиада математикадан бірінші орынды ешкім алмай, екінші орынды біз алғанда, біз сол өзіміздің жаңағы былайша айтқан уақытта үсіп шашырап жүрген жаңағы күнімізге бақытты деп айтқым келеді. Біз сіздермен бақытты болдық. Біздің мектептің жаңағы осындай күні бүгінге дейін мен өзім талай орталарда болдым, талай мінбелерде сөйледім, бірге болдым азаматтармен деген сияқты. Сонда немесе мына ұстаздар отыр, осы Оралға оқуға келген уақытта қай жердің мұғалімісің дегенде, Егіндікөлден дегенде, Егіндікөлге, сол Егіндікөлден болғанымызға қуанамыз деп айтатын еді бұлар маған келгенде. Себебі бәрі жаңағы білім жетілдіруге анда-мында келеді, Алматыға барады деген сияқты. Сондай бір керемет мектепте білім алдыңдар. Сондықтан соны бәріміз мақтан етеміз. Жаңағы ұстаздар, жалпы ол тек қана біздің ұстаздар, біздер ғана емес жұмыс жасаған. Бізге дейінгі айта кеткім келеді мен. Бізге дейінде күні бүгінге дейін ұмытпаймыз, осы біздің Шумханбет деген ағайымыз болды, Сағида апайымыз болды, Боранбай ағай деген болды. Біздер тек соны бір былай сырқ қоятын жоқ еді. Соның ізін біз жалғастырушы ғана болдық. Ағай шама шарқымыз келген жұмыс жасадық. Енді мұғалімдік деген сондай бір мамандық өте қарапайым мамандық. Былай қараған уақытта басқа бір кейбір мамандықтармен салыстырған уақытта біздер сол осы тек қана балалардың жеткен жетістігіне ғана қуанатын адамдармыз. Соған мәз боламыз, өзіміз де бала сияқтымыз. Енді мен әселді көре тұра айтпай кеткім келмейді, әселді көргенде мықты қуандым. Себебі керемет тұрш айналайын әсел, себебі бұл менің ұстазымның қызы. Лена апа деген орыс тілінен берді, мамасы. Олжағали аға деген өте керемет біздің ағайымыз болды, мұғалім. Сен осы бегейліктің сол істеп айтпадың, вальсқа өткен сол кісі еді. Сонан кейін мен мектепке оқу бітіріп ауылға қайтып ойналып келгенде, ол кісі менің директорым болды, папасы. Өте бір тамаша адам еді. Бірақ мен күні бүгінге дейін ұмытпаймын сол кісілерді. Сосын кейде ойланасың, жасың келгеннен кейін, өзіңнің өмір жолында кездескен адамдарды ойлайсың. Сол кезде жаңағы өте келген жас мұғалімдерді өте поддержка жасап айтатын еді. Соны кейін өмір ғой енді, қысқартып айтайын, ол кісілер өте нелік болды. Сонда жалғыз әселі балдар бар ғой, ер баланы біз мықты деп есептейміз де көп не қылмаймыз. Соның әселі қалай жүр екен деп едім, әселден айналайын, сенің мына түріңді көріп, биіңді көріп, Лена апамды көргендей болып, риза болып тұрмын. Рахмет, отырады. Бақытты бол. Енді сендердің бір-бірлерінен айырып алатындарың жоқ, балдар. Егіндікөл тағы да қайталап айтайын, Егіндікөл орта мектебі егерде жаңағы әйгілі мектеп болса,
ол тек қана жаңағыдай мықты ұстаздардың ана отырған ана жерде тағы келмеген бұнда. Сонымен бірге осы отырған сіздердің еңбектеріңіз. Жалпы кейде мен айтамын, балалардың еңбегі жақсы бір мынау жетістікке жетіп, мен Елдоспен жиі араласып тұрамын көбіне. Сондықтан өте ризамын Елдосқа. Білемін не бұның. Кейін бұны мен пайдаландым да өзімнің оқушыларымның жаңағы жетістікке жетуіне үлкен маған пайдасы тиді. Сондықтан осындай шәкірттер ең бірінші ол жетістікке жету адамның ең бірінші өзіне байланысты деймін. Осы отырған өздерінің қала берді, оның әке шешесінің еңбегі. Сосын кезекте ұстаз болады. Сондықтан бәрін қазір бүгінгі таңда бір азаматсыздар бәрін естеймін. Оңдасын қалай бұл жерге келіп, жаңағы керемет болды, үйді қалпына келтірді. Мен енді бір-бірін қалып қойып жатсаңдар ренжімеңдер. Я болмаса, мынау қонысың құтты болсын айналайын Руслан. Осылай өркендей бер. Жаңа бәтем-бәтем мақтанатын болдық-ау егінді бір ресторан. Мына жерде сенің рестораның білмей жатыр едік қой, енді осы жерде өтетін болармыз. Егінді тойлады. Деп айтамын. Бақытты ол. Немесе жаңағы бейбіт айынан керемет. Тіпті мына бөліп алатын жоқ. Сосын жаңа Нұртайды айтам, Бәтемаға айтам, Нұртайды көргенде қуанып кеттің ғой дейді, мен айтам, я қуанып кеттім. Себебі бір осы классына ұйымдастырып жүр, жылда білген. Сонда деген жаңағы ең бірінші осы қасынан Нұртайды алып жүрді. Сондықтан бәрін бір-бірінен сондай несі жоқ. Не болмаса ауылдағы балдар, Айнұр, мына барлығы түгелімен жақсы. Қап бұл службада жүргенде көп адамдарға көмектесіп жүрді екен егінді өтін. Бірақ содан кетіп қалдық, кетіп қалғанымыз жағын болған екен деп жатырмыз ана. Алайын-алайындар, бақытты болыңдар. Өсіп өркендей беріңдер, көбейе беріңдер. Өздерің сияқты ұл-қыздарың жақсы болып өссін, аман есен болсын. Барларыңыз, әке-шешелеріңіз аман болсын. Енді өмірдің заңымен жоқтары болса, оған салауат болсын. Бірақ солардың аттарын шығарып, үнемі биіктен сол бәленшенің қызы еді, бәленшенің ұлы еді деген атағын аспанға өрістетіп жүре беріңіздер. Осымен Елдоспен қалып көрмей. Ол уақытта рахмет. Елдосқа рахмет айтамыз да сіздің негізі ылғи осы көрем айтып